Сәлеметсіңдер ме, құрметті балалар? Бүгінгі сабағымызды бастайық. Ол үшін оқулығымызды ашып, 102-ші беттегі 3-ші тапсырмамен жұмыс істеуге дайындаламыз. Сабақтың тақырыбы тарихы тамырлас елдер. Страны с общей историей. Мақсаты берілген мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпараттарды анықтап, өзіндік ой-пікірін қалыптастыру. Осы сабақтағы біздің міндетіміз жаңа сөздерді дұрыс қолдана білу, берілген мәтінді тыңдап, сол мәтін бойынша жұмыс жасау, ақпаратты жүйелеп, ой мен пікірін білдіру. Себеп бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемді сабақ барысында дұрыс қолдану. Екінші азат жолдың жаңа сөздермен жұмыс жасайық. Көрсеткіш, показатель, айқындау, выяснить, халықтың өсімі, рост населения, қоныс аударуынан соң, после переселения, жәрдемақы, пособие, егіз, близнецы, үшем, тройня, төсбелгі, нагрудный знак, заңдылық, законность. Назар аудар. Бұрын соңды болмаған жетістік. Беспрецедентное достижение. Енді мәтінмен жұмыс жасаймыз. Ол үшін 102-ші беттегі 3-ші тапсырмаға назар аударыңыздар. Мәтіннің 2-ші азат жолын тыңдап болған соң, азат жолдың мазмұнымен жұмыс жасаңыз. 25 жыл өткен соң, Ресей Европа бойынша туудың ең жоғарғы көрсеткішіне жетті. Бала туу көрсеткіші халықтың өсімін айқындауда негізгі фактор саналады. Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан мен Өзбекстан бала туу бойынша бұрын соңды болмаған жетістікке жетті. Қазақстан халқы этникалық орыс немістердің қоныс аударуынан соң 10 жылдай кеміді. Дегенмен, жоғары туу көрсеткішінің арқасында қайта өсті. Егіз, үшем туған аналарға мәртебелі қос төсбелгі беріліп, үкімет тарапынан жәрдемақы тағайындалды. Бұл болашағын ойлайтын елдерде міндетті түрде болуы тиіс заңдылық. Енді берілген сөздердің лексикалық мағынасына сәйкес келетін балама сөздерді табыңыз. Жұрт, босану, көшу, азаю, құрметті және келешек. Осы жұмыстан кейін мәтінге қайта ораламыз. Мәтіннің 3-ші азат жолындағы жаңа сөздермен жұмыс жасаймыз. Одақ тараған соң, после распада союза, туыстарын іздеп барған, в поисках родственников, соның кесірінен, из-за чего, еңбек нарығы, рынок труда, бәсеке әлсіреді, конкуренция ослаблена, теріс ықпал ету, негативное воздействие. Мәтінмен жұмыс. 102-ші бет 3-ші тапсырма. Мәтіннің 3-ші азат жолын тыңдап болған соң, азат жолдың мазмұнымен жұмыс жасаңыз. Посткеңестік мигранттардың көбі Ресейге көшті. Олардың біразы одақ тараған соң туыстарын іздей бастады, ал біразы жұмыс іздеп барғандар болды. 3 миллион украиналық Ресейге қоныстанған. Балтық иммигранттары да көп, бірақ олардың дені Ұлыбритания мен Германияға қоныс аударды. Иммигранттар арасында жастар өте көп. Соның кесірінен білімді жастар азайып, еңбек нарығында бәсеке әлсіреді. Бұл демографияға да теріс әсер етуде. Енді мәтінмен жұмыс. 102-ші бет 3-ші тапсырма. Мәтіннің 3-ші азат жолын тыңдап, берілген сөйлемдердің түп нұсқалық мағынасын сақтай отырып, құрылымын перифраз тәсілі арқылы өзгертіп, қайта жазыңыз. Олардың біразы не білім, не жұмыс іздеп басқа елге қоныс аударды. Екінші, қоныс аударған адамдардың арасында жастар көп болды. Үшінші, білімді жастар азайып, еңбек нарығында бәсеке әлсіреді. Төртінші, басқа елдерге көшу демографияға кері әсер етуде. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі жүздесіп көріскенше аман сау болыңыздар.